Тарихтан бәріңізге белгілі адайдан көпшіліктің қорыққаны. Қазір де сол жалғасуда. Балалар, біздің топқа жаңадан оқушы келді. Келе ғой, адай балам, кеш. Келе ғой, жаным. Адайсан, бәрін қоштық болдың ол жүз. Әкелер форумы, белгісіз бір мектепте. Бала интеллектісі бала деңгейіне жеткілікті дамыту, оқу қабілеттерін және ғылыми өңдеу бағытын, әрі жаңа тәжірибелер дамыту мақсатында адамдардың интеллектуал дамуына қатысады. Дом түсінбедіңіздер ғой да? Бүгін Жалезеге 2000 теңгеден ақша жинаймыз. Ғадады сайттырсың. Шуақбаевтың әкесі кім? Мен. Сіздің балаңыз кеше математикадан беретін апайға не деп боқтағанын білесіз ба? Я білем, екеуміз түнімен дайындалдық па. Саламатсыздар ма? Сәлематсыз ба? 9 ба ма? Жоқ. Кешіресіздер. Мына 9 бөліш па? 9 бөліш па? Жоқ. Маған 9 бөліш, 2 теңге айтып беріңізші. Қазір Қазақстанның барлық мектептерінде ұялы телефон пайдалану заңмен болмайды. Сонымен көреміз мектепте. Сенсіз арман бекер Енді сен мен мүлде ұстамайсың ба? Ұстаймын енді, бірақ тек қоңырауларда ғана. Сен менсіз өмір сүре алмайсың ғой. Өмір сүрем, бірақ қиын болды. Сен барлық трендтен қалып бара жатырсың. Қалсам қала берейін, сабақтан қалмасам болды. Сабақта PUBG мен Free Fire'ды кім ойнайды? Сабақты кім оқиды сонда? Саған да жақсы емес вообще. Үйге 70% зарядкамен барасың. Қамбетім де толмайды. Вообще зарядкаға көп отырмайсың. Біздің бірге болуымызға кім кедергі? Әкем кедергі. Әкеңіз кім? Тоқаев. Жаным саған сенгім келмейді, алдан соң үмітке. Жаным саған сенгім келмейді. Сөз соңында, қазір кішкентай балаларымыз ана тілінде қазақша мультфильм қарамайды дейді. Ендеше бірге қараймыз. Қыз бен мысық. Мысығым, ау, мысығым. Шақырады, келмейді. Мақта қыз мысығы шақырғанға келмеген соң мүйізді өзі жеп қояды. Мысығы дей ма? Балалардікі дұрыс қой. Осыдан кейін қалай қарайсың? Қазақта жақсы бір сөз бар. Ел болам десең бесің түзе. Заманға сай. Ел болам десең теледидарын түзе. Сіздермен бірге болған 10-шы мектеп аристократтар.